Мен Түркістан облысы Сайрам ауданына қарайтын шағын ауылда 1975 жылы дүниеге келдім. Отбасымда әжем, атам-анам, 5 бауырым, 9 жан едік. Отбасымыз қарапайым. Елдің алды емес, арты емес, ортасы едік. Әкем аэропортта инженер, ал анам үй шаруасындағы пысық, сабырлы жан еді. Қарт әжем өте ұқыпты, пейілі кең. Кез келген мұқтаж жанды көрсе, бауырына басуға дайын тұратын жан еді. Мен есімді білгелі үйімізге әжелер көп келетін. Сол әжелер бір батырдың қызы немесе батырдың жиен қызы деп жылы құшақтарын айқара ашып, құшақтап, маңдайынан иіскейтін. Еліміз батыр болатын. Әжем үйге адам келе жатқаннан самаурынын ала жүгіріп, сандыққа тыққан-пыққан тәттілерін, қаймақ майын ала жүгіретін. Алайда әжем мен анамның осы бір болмыстары маған жұқпапты. Мен қонаққа көңіл бөліп, оның көңілін табуға кеткен уақытты зая кеткен уақыт деп санайтынмын. Әжем тазалықты жаны сүйетін жан болатын. Көрпе-төсекті жинағанда оқтай болсын деп маған үйрететін. Мен қанша тырысқаныммен әжем секілді оқтай етіп жинай алмайтынмын. Қисық жинайтынмын. Оны әжем құлатып тастайтында қайта жинатқызатын. Бір жұмысты қайта-қайта жасай беру ығырымды шығаратын. Содан кейін әжемнен қашқақтап, тығылып түрлі әдеби кітаптарды оқитынмын. Әкем марқұм томаға тұйық еді, бірақ өз ісінің шебері болатын. Мінезі момын болғанымен, қызға 40 үйден тыйым деген ұстаныммен маған қатал болды. Оқушы кезімде мектеп бітіру кешіне де жібермей қойғаны есіме түссе, әлі күнге дейін ренішпен еске алатынмын. Көптің бірі болып мектепті бітірдім. Жастайымнан тігіс тігуге епті болатынмын. Мектептегі аяқталған соң сыныптастарым бірі училищеге, бірі үлкен қалаға, жоғары оқу орындарына түсе бастады. Мен киім тігу, пішу модельдеуге қатты қызығатынмын. Мектепте жүріп өзіме киімдерді өзім ұнаған үлгіде тігіп киетін едім. Мен де қатарымнан қалғым келмей, Алматыға дизайнер мамандығына түскім келетін. Ата-анама айтып едім, әкем бірден қарсы болды. Қызым, үлкен қалаға оқуға бару үшін ол жақта жақын туыс болу керек. Ал бізде ондай туыс жоқ. Шетке қыз баланы шығаруға болмайды деді. Сол кезде ата-ана қашанда баласының қамын ойлайды ғой, үлкендердікі дұрыс қой деп қарсылық білдірмей қоя салғаныма қазір өкінемін. Неге сол кезде айтқанымнан қайтпай, арман мақсатыма жетуге тырыспадым екен? Оқуға түсемін деп табан тіреп жыладым екен деймін. Сонда өмірім қазіргідей қиын болмас па еді деп ойлаймын. Әлде Алла мен шыр етіп дүниеге есігін аша салғанда маңдайыма осы тағдырды жазды ма екен? Әсем қала Алматы арман болып қала берді. Онда оқуға түсе алмайтыныма көзім жеткен соң Түркістандағы педагогикалық училищеге түсейінші деп едім, әкем оған да көнбеді. Сөйтіп 6 айлық тігінші курсын оқып, Шымкент қаласындағы Восход тігін фабрикасына тігінші болып жұмысқа орналастым. Мен жұмысым костюмдерді қалтасын ғана тігу еді. Осылай күнделікті бір саранды күндер өтіп жатты. Сөйтіп бір-бірінен айна қатесіз күндер қайталана берді. Өзім қара торы ірі қыз болатынмын. Бойым да ұзын. Қара күшім болатын. Кейде осы мен ұл боп туылым керек еді-ау деп ойлап қалатынмын. Өзімді сүйкімсіз сезінетінмін. Содан болар мектепте бой жеткен шағымда бір жігіттермен танысып, қыз секілді қылмылсып, махаббат сезімдерін бастан кешіріп көрмеген едім. Алайда қыз болып жаратылған соң махаббатты аңсап ханзадаңды күтеді екенсің. Осылай жүргенде көрші ауылдан менен 2 жас үлкендігі бар Азат есімді жігіт мені ұнататындығын айтып сөз салды. Бұл менің алғаш көңіл білдірген жігітім болатын. Менің де оған көңілім ауып,
Оның отбасы жайлы сұрастыра келе өсіп өнген үлкен отбасы екенін білдім. Алайда әпкелерінің мінездері қиын екенін, ағасы 2 рет үйленіп ажырасқан екендігін жеңгем сол ауылдағы бір құрбысынан біліп берді. Сол махаббат деген осы болар. Жігітім мені сүйіп тұрса, отбасы да маған жақсы қарайды ғой деп қиялға берілдім. Тіпті кейде жігітімнің маған келгенде ішімдіктің иісі шығып тұратынын сезсем де, кейінгі болашағымды ойламаппын. Өз әулетімізде ащы суға құмар адам болмаған. Әкем арақ ішпейтін адам. Арақтың зардабы мен қасіреті жайлы түсінік менде мүлдем болмаған екен. Сезімге елітіп, ащы суға үйір бір үйдің еркесі, серкесі Жалқаубек жігітіне тұрмысқа шықтым. Азат мені алып қашты. Алайда жаңа отбасым келін түсіруге мүлдем дайын емес екен. Енем, қарағым, бұл бала ешкімге ескертпей сені алып келген екен. Дәл қазір келін түсіруге мүлдем дайын емеспіз. Үйіңе қайта ғой дегенінде не істерімді білмей сасып қалдым. Үйден кеткеніме бірнеше сағат өтті. Әкеме қайда болдым деп айтамын. Не бетіммен қайтпақпын деп отыра бердім. Содан ата-енем таныс туыстарына айтып 20 000 теңгемен ауылға үйіме хабаршылар жіберді. Осы орайда өзіме де обал жоқ. Ол кезде жаспын ғой. Алды-артымды ойламаған екенмін. Жігітімнің сөзіне сеніп, көзім қор-соқыр болып, оған ілесіп кете беріппін. Өзім келіп отырғандай болған соң қадірлі болмайды екен. Келген жерім енем айтқандай келін түсіруге дайындығы болмаған соң, үстіме абысынымның көйлегін кигізіп, басыма ескі орамалда таға салды. Кешке қарай тек жақын туысқанға ғана беташардың ырымын жасап, артымнан келген қуғыншыларды күтіп шығарып салды. Осылай 1996 жылы наурыз айында тұрмысқа шықтым. Ақ көйлек, той деген іштегі арман болып қала берді. Содан отбасылық өмір, келіндік күндер басталды. Алғашында барлығы жақсы болды. Әсіресе атам маған риза еді. Әрбір ісімді мақтап отыратын. Үйдегі күйеуден қайттан 3 қайнап кемін атамның маған айналайын қызым деп сөйлеп, жылы қабақ танытқанын қызғанып, атама мені жаман етіп көрсетуге барларын салды. Әр ісімнен шикілік іздеп күн бермейтін болды. Күйеуім екеуміздің де арамызға от жағып, ұрыстыра бастады. Күйеуім екеуміз кездесіп жүргенде ащы суға әуес еді. Үйленген соң да сол әдетін қоймады. Жиі ішетін еді. Бір күні солай бір қызу келгендерінде әпкелер әдеттегідей маған айдақтап, ештеңенің байыбына бармай жатып, ұрда жық деп жұдырығын ала жүгіріп, алғаш рет таяқ жедім. Жаным ауырып, бөлмеме кіріп, бүк түсіп, солқылдап жыладым. Алғаш рет өкініш өзегімді өртеді. Күйеу бір рет қол жұмсағаннан соң кетіп қалмай, кешірсең сол өмір бойы қол жұмсай береді екен. Ішкенімен қатар қол жұмсауын қоймаған соң атама, ата, Азатты арнайы маманға апарып емдетейік, ішкенін қойғызбасақ болмайды ғой деп едім. Атам қатты ашуланып, маған түтіге қарап, не дейсің, баламды алқаш деп тұрмысың деп күйеуімді жақтап, бар пәлені маған жауып, аузына келгенін, боқтық сөздерін қосып айғайлап ұрысты. Негізі өзі мінезі қиын кісі еді. Таңертең сағат 7-де қою сүт қатқан шай ішіп алады. Сосын сағат 11-де ыстық тамақ, 2-де тамақ ішеді. Содан кешкі 7-де кешкі аш, жатар алдында қарным ашты деп тамақ сұрап ұрыс шығарып отыратын. Мұндайда енем байғұс алдына түсіп, тіпті түннің бір уағында да тамақ жасай беретін. Ал қыздарын атын атамай, ей қаншық, жәлеп деп шақыратын. Мұның барлығы құлағыма түрпідей тиетін. Осы кезде алғаш рет маған айғайлап, боқтап ұрысқанында қатты жыладым. Жүре келе оған да құлағым үйреніп кетті. Амал қанша? Адам көрге де 3 күннен соң үйренеді дегендей, мен де осындай қиын отбасыға
үйреніп кеттім. Әрине, күйеуден таяқ жеп, атамнан боқтық естігеніме бұл үйде тұрғым келмей, қызымды алып төркініме барған едім. Анам бар жағдайымды айтқанымда, анам маған қарап бір күрсінді де, қызым, біз сені ешкімге күштеп берген жоқпыз. Күйеуді де ол отбасында көріп, өзің біліп бардың. Шыққан қыз шиден тысқары, ендігі жылап келуші болма деген соң, басым салбырап артқа қайтқан едім. Сонан кейін төркініме отбасылық өмірім жайлы жақ ашпайтын болдым. Менде барлығы жақсы деп өтірік күліп, сыртым бүтін ішім түтін болып, отбасымызда қадірсіз күң болып, күйеудің таяғына шыдап, атамнан боқтық естіп, езіліп жүре бердім. Осы кездері ойланып отырсам, адамда мінез болған жақсы екен ғой. Осы стерва қатындардың күйеуі неге сыйлайды? Отбасында қадірлі, айтқанын істеп, өзін қорғай алатын қатын айналасына да ығады екен ғой. Ал мен секілді момын, ынжық болсаң, жуас қой жүндеуге жақсы деп, барлығы басынады екен. Атамның жеке шаруа қожалығы бар еді. 40 шақты жылқысы бар, ірілі ұсақ малы, егістігі бар еді. Сонымен өздерін ауқатты отбасымыз дейтін. Маған сенің әкеңнің соқыр тұяғы жоқ, түк көрмеген жерден келген көргенсізсің деп көп кемсітетін еді. Төркін артыңнан іздеп, сөзіңді сөйлеп, жағдайыңды біліп, қолдап, демеп тұрмаса, келген жеріңе күң болады екенсің. Отбасымызда егістікке картоп, жуа сәбіз егетін. Қылт етіп қар еріп көктем шыққаннан қара күздің суығына дейін далада егін басында жүретін. Еңбегі ауыр еді. Егіннен бір жылы жақсы пайда көрсе, бір жылы шығынында өтемейтін еді. Жаздың шіліңгір шілдесінде де түсте демалу деген жоқ еді. Атам барлығымызды құлдай жұмсайтын. Бірдеңе деп қалсаң, қолына түскенді лақтырып, маған қарап, сені сатып алғанбыз, сен бұл үйде күңсің деп, жанымды тілгілеп, неше түрлі сөздер айтатын. Кетіп қалайын десем, қайда барамын? Маған қолдау көрсетер ешкім жоқ еді. Анамның сөзінен кейін оларға көріп жатқан қорлығым жайлы жақ ашпаймын. Күйеуім бастапқыда апталап ішкілікке салынса, қазір айлап ішеді. Ішкен үйде қайбір береке болсын. Күнде ұрыс керіс, үрей мен қорқыныш. Қашып пысып бірдеңе арыққа жата қалам. Сарайдың бұрыш-бұрышына тығыламын. Атам айтқандай, ауқатты отбасы болғанымен, оның дүниесінің қызығын көрген емеспіз. Бар ақшасын бөгде адамдарға беріп, атыңды көше шығарады. Үйге ақша берсең, ішеді де әжетханаға төгеді. Елге ақша берсең, мадақтап жақсы атыңды шығарады деп мақалдатып отыратын. Дастарханда тек нан мен сары май, қыста варенье ғана тұратын. Үйге ештеңе алдырмайтын. Тамақтан, киімнен қатты қысатын. Ал өзге бөтендер келіп, жағдайын айтып, жоқпын, ашпын десе, қолындағы бар ақшасын үйіп төгіп бере беретін. Сондай-ақ өз бауырларына да өте бауырмалдық танытып, соларға бергенді жөн көретін. Алайда бауырлары атамның ақшасына мұқтаж емес еді. Жағдайлары бізден жақсы болатын. Бірі дәрігер, екіншісі совхоз директоры, мұғалім, прораб болып жұмыс жасайтын. Барлығы қызметі, үй жағдайлары бар, жақсы тұратын. Бір күні күйеуім және ішіп келіп, тепкінің астына алып, атам оның осылай жүргеніне мені кінәлады. Сен менің балама жақсы қатын бола алмадың. Саған үйренгелі көп ішетін болды. Жақсы әйел жаман еркекті адам қылады. Жаман әйел жақсы еркекті надан қылады. Сен надан, менің баламды надан алқаш қылдың деп, аузына келгенін айтып боқтап. Жығылғанға жұдырық дегендей, күйеуіме қосыла, қолына іліккені лақтырып, кеп қалғанда басымды қорғамақ болып, білегімні пештің жанындағы кесеу сақ ете қалды.
Осы кезде шыдамның шегіне жетіп, жаныма қатты батты. Бұндай өмір сүргенше өлгенім артық деп, мына жалған дүниемен қоштасуға бел байладым. Өзіме қол жұмсап, мына жалған дүниемен қоштасу үшін алдын ала мал байлайтын қалың арқанды алып, асылатын ыңғайлы жер іздедім. Естік алдындағы үлкен кәрі өрік ағашы бар болатын. Сол ағашты дұрыс етіп тауып, таңертең ерте асылып қалайын деп ойладым. Мені ертерек көріп, күн ысымай тұрып жерлейді деген едім. Өмірден түңіліп кеткенім соншалықты саналы түрде өз өлімімді жоспарладым. Сол күні балаларымды қойныма алып құшақтап, таңға дейін көз ілмей жылап шықтым. Таң қылаң бере ауылдағы мешітте азанның даусы естіп, бар білген дұғамды оқып, дайындап қойған арқанды алып, пысылдап ұйықтап жатқан бейкүнә балаларыма бір қарадым да сыртқа шықтым. Аяғымның астына орындықты қойып, қалыңдау бұтаққа арқанды жақсылап байлап, мойныма салдым да, «Я Алла, мені кешіре көр» деп, орындықты теуіп кеп жібердім. Қыл арқан мықты екен. Тамағым қиылып, дем жетпей, аяқ қолым ербеңдеп тұншыға бастады. Бүкіл өмірім көз алдыма келді. Жан беру оңай емес екен. Мына өмір қандай қатыгез болса да қимайды екенсің. Бір кезде тамағым қырылдап, көз алдым бұлыңғырлана бастады да, гүрс етіп жерге бірақ құладым. Үстіме жаңағы ағашта құлады. Не болғанын түсінбей, тамағым қырылдап, екі қолым мен аяқтарым қозғалмай қалды. Осылай қанша уақыт жатқанымды білмеймін. Есімді жинасам, жаңағы мен асылып қалған жоғардағы ағаштың бұтағы шіріп тұр екен. Менің салмағымды көтере алмай сынып кетіпті. Жатқан жерімде солқылдап көп жыладым. Алла мені қабылдамады ғой. Демек, алда көрер жақсы күндерім бар шығар деп, сүйрейленіп орнымнан тұрып үйге кірдім. Айнаға қарасам, қолдарым мен бетім жырылған, қанталап тұр екен. Мұның қай кезде жырылғанын білмеймін. Меңіреу адамша айнаның алдында қанша уақыт отырғанымды да білмеймін. Бір кезде даладағы емшегі иіп, сауатын уақыт болып қалған қоңыр сиырдың бұзауын аңсап қайта-қайта мөңіреген даусынан орнынан тұрғызды. Бөлмеде алаңсыз пысылдап ұйықтап жатқан балаларыма қарап, қалай ғана бұларды тастап кетпек болдым екен деп, өз әрекетімнің бұрыс екенін ойладым. Мен кетсем бұлардың күні не болар еді? Аузы арықтан босамайтын күйеуіммен қайын жұртым шешесіз қалған қызымды күң, ұлымды құл етіп жібермейді ме деп тәубеме келдім. Киініп, қолыма шелегімді алып, сиыр саууға қораға келдім. Мал екеш мал да өз баласын іздейді ғой. Шіркін деп, бұзауды босатып, шешесіне қарай қоя бердім. Осылай күнделікті қайталана беретін күйбең тіршілігіме оралдым. Кейде жалғыз отырып, қалың ойға шомамын. Әкемнің өліміне де өзімді кінәлі санаймын. Осы сынды ойлар жанымды жеп, жүрегімді ауыртады. Бір күні сіңірім үйге алғаш қыдырып келіп, киім тігіп беруімді өтінді. Үйде арасында тігіске тапсыр салып, киім тігетін едім. Түнделетіп көйлек пен кофта шалбарды тігіп бастайын деп тігіс тігіп отыр едім. Бір кезде атам айдаһардай ақырып, қонақ бөлмеге жұлынып кіріп, мені боқтай бастады. Сөйтсем, ас үйдегі қазанның қақпағын жабуды ұмытқан екенмін. Тігісті тегізетіп бітіре салайын деп, қазан жайлы ұмытып кеткен екенмін. Үнемі түнде ұйықтар алдында қазанның қақпағын, шелектегі судың бетін міндетті түрде жауып жататын едім. Бір рет ұмытып кеткеніме небір боқтық, балапыт сөздерді аямай айтып, жер-жебіріме жетті. Осының барлығын сіңілім Алмаш естіді. Маған жан ашып, түнімен жылап шықты. Ертесіне таң ата
киімін алды да таңғы асқа қарамастан кетіп қалды. Менің үйдегілерге айтпай-ақ қойшы дегенімде, енді сенікіне келмеймін деп жанар жасқа толып бұрылып кетіп қалған болатын. Әкемнің қан қысымы жоғары болатын. 2 рет жүрек талмасы ұстап ауруханаға жатып емделіп шыққан еді. Сол әкемді ойлап жағдайымды төркініме айта бермейтінмін. Алайда сіңілім атама ашуланып үйге бара салып үйдегілерге болған жағдайдың барлығын жылап отырып баяндап беріпті. Мұны естіген әкем қатты қамығып, қой қызыма бір үй салып берейін деп, үйдің жанындағы жер тілімін бөліп, асығып күннің ыстығына қарамай фундамент құя бастаған. Содан көп ұзамай 2-7-ден кейін қыркүйек айының 3 күні қан қысымы 200-ге көтеріліп, миына қан кетіп қайтыс болды. Әкемнің қазасына өзімді кінәлі санадым. Менің өмірімнің қиын екенін іштей болса да сезіп жүрді ғой. Жаны жәннаттың төрінен болғай. Анам қазір 70-тен асты. Шыққан қыз шиден тысқары дегенмен, мен үйге барған кезімде маған қарап, менің жалғыз уайымым бар, ол сен. Бір күні таяқтан өліп қалар ма екенсің деп, көзінің жасын бір сығып, терең күрсінеді. Алайда амал қанша? Өмірімнің жартысы осылай өтіп кетті. Денсаулық кетті. Аюдай ақыратын атам да бақилық болды. Тағдырының өз қолыңда дегенімен, көргенге де үйренесің дегендей. Осындай өмірге де үйреніп кеттім бе, тек балаларым үшін ғана тіршілігімді істеп, осылардың тілеуін тілеп келемін.